Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сосиски в тесте жасаймыз. Қамыр илеу үшін бізге 400 грамм ұн, 50 мл сұйық май, 1 шай қасық ашытқы, жарты шай қасық тұз, 3 шай қасық қант және 300 мл жылы сүт қажет. Жылы сүтімізге қантты және тұзды қосып араластырамыз және ашытқыны қосамыз. Сұйық майды қосамыз және ұнды қосып, жұмсақ етіп нан илейміз. Нанымыздың бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Нанымыз көтерілді, енді қолымызды сұйық маймен майлап, қамырымызды столға жаямыз. Жайылған қамырдың қалыңдығы шамамен 3-4 мм болу керек, және осындай шамамен 1,5-2 сантиметрдей жолақшаларға кесіп бөліп аламыз. Енді сосискаларды видеода көрсетілгендей қамырға ораймыз. Екі жақ шетін бекітпейміз, ашық болу керек. Енді қамырға оралған дайын сосискаларды табаға орналастырамыз және сыртына жұмыртқа жағамыз. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште шамамен 25-30 минутта пісті. Қамыры өте жұмсақ және дәмді, өте керемет түске басар. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше.